Сабағымызды бастамас бұрын назарларыңызды экранға аударыңыздар. Алдарыңызда ұсынылған суреттерден не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар. Құдайға табыну, одан жалбарынып дұға сұрау, ата-баба аруағына табыну және от пен алас көрініп тұр. Алдыңғы өткен сабақта сіздер от пен күнге табынудың және оның ерекшеліктері туралы зерттеген болатынсыздар. Ал бүгінгі сабағымызда біз ежелгі көшпелілердің дүниетанымы тақырыбын жалғастырамыз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз ежелгі көшпелілердің дүниетанымы деп аталады. Бүгінгі сабақта көшпелілердің аруаққа табынуы, ұлттық ойындар және көшпелілер кәсібі туралы білетін боламыз. Көшпелілер қайтыс болған адамның аруағын ерекше құрметтеген. Олар ел қорғауға аттанған кезде, жекпе-жекке шыққанда, ата-бабалар аруақтарына сыйынып, қолдау сұраған. Көшпелілер о дүниенің бар екендігіне, онда адамның жаны өмір сүретініне сенген. Бұны археологиялық қазба жұмыстары кезінде анықталған жерлеу рәсімдері де растайды. Ата-бабалардың аруақтарына сыйыну қазақтар арасында да орын алды. Оны ас беру дәстүрінен аңғаруға болады. Өйткені қазақ халқы өлі раза болмай, тірі байымайды деген ұстанымды ұстанған. Яғни бұл мақал ас беру дәстүрінің басты идеясы болып табылады. Ертедегі көшпелілердің дүниетанымында о дүниеге сену орын алған. Олардың обаларынан сынған заттар жиі кездеседі. Қаруларды, айналарды сындыру арқылы заттардың жанын босатып, қайтыс болған адамның жанымен бірге о дүниеге жіберуге тырысқан. Бұл заттың жаны бар деген ұғымнан туындысы керек. Және көшпелілердің арасында бүкіл тұрмыс тіршілігі осы ойынмен жалғасын тауып отырған. Ойынның түрлері балаларға арналған, қыз балаларға арналған, ер балаларға арналған болып бөлінеді. Қазақ халқының ұлттық ойындары ептілікті, өжеттілікті, шапшаңдықты, тапқырлықты талап етеді. Соларға байланысты түрі сан алуан болып келеді. Қазақ ойындарының ішіндегі ерекше дәстүрге айналған ойын түрі ол көкпар деп аталады. Сонымен қатар көшпелілердің арасында саятшылық кәсібі де еренше дамыған. Саятшылық дегеніміз жыртқыш құстарды қолға үйретіп, аңға салу дәстүрі. Жыртқыш құспен аңға шығатын адамды құсбегі деп атайды. Құсбегі бүркіт, сұңқар, қаршыға, ителгі құстарын баптап, оны қасқыр, түлкі, қоян сияқты аңдарға, қаз, үйрек, қырғауыл сияқты құстарға салған. Олар құс салу арқылы халықты етпен және аң терілерімен қамтамасыз етті. Құсбегілер ел ішінде сый мен құрметке бөленсе, қазіргі күнде дәстүрге айналған екен. Оқушылар, сіздердің назарларыңызға тапсырма ұсынылады. Яғни алдарыңызда тұрған кестені берілген уақыт арасында толтырып шығуларыңыз керек. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Яғни мәтіннен көшпелілер ерекше құрметтеген жануардың атын, малға қауіп туғызатын түз тағысын, ойын атауының шығу тарихын, ойынның негізгі атрибуты белгілерін және бұл ойын қай жерде ойналатынын табуыңыз керек. Сонымен бірге көкпар ойынының адамзат үшін қандай пайдасы бар? Сонымен тапсырманың жауабы мынандай. Алдарыңызда ұсынылған ойынның аты көкпар. Көкпарда ерекше құрметтелген жануар ол жылқы малы. Ал малға қауіп туғызатын түз тағысы қасқыр. Қасқырдың ішінде де жалаң жүгіріп топ бастайтын түрін бөрі деп атайды. Көкпар ойынның шығу тарихы
бөріні соғып алып, оны ат үстінде жүріп бір-бірінен ала қашатын болған. Ал осы ойынның атрибуты алғашқыда бөрі тұлыбы болса, кейіннен ол серкеге ауыстырылды. Көкпар ойыны астарда, жиындарда, тойларда, ойындарда өткізіледі. Қазіргі күнде көкпар уақыт өте келе дәстүрлі ойын түріне айналып кеткен. Көкпар ойыны адамдардың бойындағы, әсіресе ер адамдардың бойында күш қуат, ептілік, батылдық сияқты күштерді сынап, оларды жігерлендіріп отырған.